Бәріне сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге дәл дүкендегідей агуша жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай алмалар қажет болады. Бұл менде үй алмалары, осының ішінен бізге 3 тал ғана алма қажет. Оның осылай қабығын барлығын ашып тазалап аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп ұсақтап турап шығамыз. Алмаларымызды осылай ыдысымызға ұсақтап турап салып аламыз. Ұсақтап турасаңыз да, ірілеу етіп турасаңыз да болады, бірақ мен осылай жіңішке етіп турадым. Тез пісуі үшін. Мен видеоға түсіргеннен кейін осындай ыдыста пісірдім. Сіздер жай ғана темір ыдыста газға пісірсеңіздер де болады. Мен видеоға түсіргендіктен осындай ыдысты алдым. Одан кейін барлығын турап болғаннан кейін ішіне 1 ас қасық қант саламыз. Өз қалауларыңызша, егер алма қышқыл болса, қантын көбірек қосаңыздар болады. Менде тәтті алма болғандықтан 1 ғана ас қасық қант салдым. Енді бетін жауып, алмамызды жұмсарғанша күтетін боламыз. Егер асты аздап күйіңкіреп, қандай да бір не болып жатса, онда ішіне 2 ас қасық, 4 ас қасық су құйсаңыздар болады. Арасында осылай қасықпен араластырып қарап тұрамыз. Түбі күйіп кетпес үшін, жабысып қалмас үшін ақырындап осылай араластырып қоямыз. Алмамыздың піспегенін дәл видеода етіп ақырындап осылай басып көреміз. Алма жұмсақ болып піседі. Одан кейін оны осындай шұңғыл ыдысқа салып, үстінен блендермен жақсылап есіп шығамыз. Блендер болмаса жай ғана вилкамен немесе қасықпен ессеңіздер де болады. Барлығын езіп болдым. Енді оны агушаның кішкентай банкасына салып қоятын боламыз. Орташа 3 алмадан шыққан пюре осынша ғана болып шығады. Оны осындай банкамызға енді сап қоямыз. Достар, егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және де осы видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де кішкентай балалары бар достарыңызға дәл осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.